Қайырлы күн құрметті шәкірттер, өздеріңмен бүгін талас күйінің көптен күткен екінші бөлімін үйренетін боламыз. Алдыңғы бірінші бөлімді каналдан ашып, жақсылап қарасаңыздар болады, қай жерге дейін келгенімізді. Енді ары қарай екінші бөлімді бастаймыз. Мен қазір кішкене үзіндісін ойнап кетейін, одан кейін түсінікті болып жатыр. Мен былай істейін деп тұрмын, екінші бөлімге сағаны, соңын барлығын біріктіріп тартасылайын деп тұрмын. Үшінші, төртінші бөлім шығармай-ақ, екінші бөлімге барлығын сыйдырамыз бұйырса. Кеттік, ендеше бастайық. 8 бен 10-дан басталады екінші бөлім. Мынау нүктелерге қарап ориентир алып отырыңыздар. Міне 1, 2, 3, 4, 4-ші күнде бізде 10, үшінші нүктенің қасында 8. Үстіңшек. Қайталау. Енді 2 төмен 2 жоғары қағыспен 12-ден 13-ге кетеміз. Пармақ тұра береді онда. Бұл жерде 12-ден 13-ге 4 рет тұрамыз. Яғни 2 төмен 2 жоғары қағыспен 4 рет қайталаймыз. 2, 3, 4. Енді 12-ден 13-ге 2 төмен жоғары қағыспен. И 12-ден 10-ға қайтамыз. Төбесі. 2 төмен 2 жоғары. Енді 8-ден. Көрдіңіздер ма? Міне 8, 10. Қайтамыз енді. 12, 8, 7. Ашып береміз де. Ашық қағыстан 5 жетіге түсеміз. 7, 3, 2. Бірінші перне. Рет. Енді осы жерді тоқтап, баяулатып қойып, бір рет қайталап жаттап алыңыздар. Енді ары қарай кетеміз. Бас жағында бар еді осындай нәрсе, бірінші бөлім жаттасаңыздар, осы оңай түседі сіздерге. Бірінші бөлімнен анандай еді. Енді бұл жерде қайттан түсінікті болсын, мына жерден бастап ойнайым. 5-ке. Қайталау. Енді ары қарай. Бітіреміз. Екінші саусақпен міне. 7, 5, 3, екінші саусақ. И дальше. 1 мен 3-ті ашып жабамыз. Ортасы тұра береді 2-де. 2, 3, 4 и 5-ке. Осылай екінші бөлімді бітіреміз. Енді бұдан кейін
сағаға кетеміз. Ашық қағыз. 2 төмен 2 жоғары. Енді 12, 14, 15. Саусақтарға да мән беріңіздер. 15-ке тұра береміз. Үстің шек. 15-тің үсті. 14-тен 15-ке. Енді 12-ден 14-ке. И 12-ден 14. Береміз. Екінші қағыстағы да. Енді дәл осы 12-ден ойналған әуенді 14-тен ойнаймыз. Дәл солай, бірақ перне өзгеше болады. Перне өзгереді. 17-ге төбесінен қайталау. Енді 16-тан 17-ге. Көрдіңіздер ма? 1 2 енді 14-тен 16-ға. Бағанада ашып береміз. Енді 8-10-нан 13-ке үстің шек. 12-ден 13. Міне 1 2 3 қайтамыз. 12-ден 10-нан 12-ке. Енді 10 12 13. Екінші бөлім басында кездеседі осылай. Енді 5-ке түсеміз да. Басындағыдай 3-ке барамыз. Қайттан 3 пен 5. 3-тің өзі. Бағана кездесті бұл. Біріншісінде кездеседі, екіншісінде кездеседі. Екінші пенеге барамыз да. 2 рет тұрамыз. И дальше не істейміз? 1 мен 3-ті ашып жабамыз. 4 рет. И ашып береміз. 2 төмен 2 жоғары. 5-ке. Ең басындағы кіріспе әуен. Бірінші бөлімдегі. Бірінші пернеге барамыз. Екі. 4 реттен. Ашып береміз. 5-ке. Деп осылай бітіреміз. Неге жылдап ойнап кеттіңіз деген сұрақ туындамасын. Өйткені бұл күйді мен көбінесе өзімнің кәдімгі офлайн сабақ беріп жатқан шәкірттеріме шығарамын негізі видеоларды. Ал егерде өзіңізге менің үйреткенім ұнап жатса, сізге түсінікті болып жатса, паузаға басып амалдап дайындалуға болады. Негізі цифр қоюға болады, ол өте көп уақытты алады монтаж жасаған кезде. Сол себепті
Менде уақыттың тығыздығына байланысты осылай нүктелерді қойып, замаскамен жазып сіздерге ыңғайлы болсын деп барынша оңай әдістерін қарап үйретуге тырысып жүрмін. Пайдалы білім болсын. Маған деген қолдауыңыз достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыз. Келесі күйде кездескенше.